бүгін пайдалы салат түрін жасауды үйренеміз. Ол үшін шұңқыр ыдысқа жіңішкелеп туралған қырыққабатты, яғни капуста, және де үккіштен өткізілген сәбіз, жарты сақина ретінде туралған жуа және қиярымызды, содан соң қызанағымызды саламыз. Дәміне қарай 1 қасық қант, 1,5 қасық тұз, және сірке қышқылы, яғни уксус. Менің әдісімді қайталайтын болсаңыздар, тиімдірек болады, яғни 2 капля сірке қышқылына, яғни алманыкі, 2 капля алма қышқылына 3 капля су қосып, бөлек ыдысты араластырып, салатқа құямын. Және де міндетті түрде сұйық май, иіссіз. Менде күнбағыс майы мен 3 қасық құямын. Жақсылап араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, менің ыдысым тар болғандықтан бөлек ыдысқа аударып, сол жерде жақсылап араластырдым. Дәмі өте дәмді шықты. Ең бастысы тез, пайдалы ас болсын. Каналға тіркелеміз.